Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен ұннан жасалған макаронстың рецептімен бөлісетін боламын. Миндальный мукадан жасалғандай болып шығады, тура дәмі. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен сахарная пудрамызды елегіштен өткізіп аламыз. Және де ұнымызды да елегіштен өткізіп аламыз. Екеуін бір келке етіп араластырып дайындап қоямыз. Енді ыдысымызға белогымызды құямыз. Біздің ыдысымыз құрғақ болу керек міндетті түрде, және де венчигімізде тоже құрғақ болу керек. Ешқандай су тамшысы болмау керек. Белоктарымызды қатты скоростьта айналдыратын боламыз. Осылай ақ түске енгенін көпірген кезде үстінен жай-жайлап шекерімізді салып отырамыз. Бірден салып жүрмейміз, 3-4 бөліп салатын боламыз. Міне біздің меренгамыз дайын. Біздің меренгамыз венчигімізді сілкінген кезде қимылдамау керек, және де қолымызбен саусағымызды ашып жауған кезде бір-біріне жабысып тұру керек. Осылай. Енді осының үстінен жаңағы дайындап қойған біз ұнымыз бен сахарная пудрамызды және де красителімізді қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Дайын болған массамызды мешогымызға құйып аламыз. Противенімізді теріс қаратып қоямыз, өйткені біздің юбкаларымыз бірдей тегіс шығу үшін. Макаронстарымызды міндетті түрде силиконовый коврикке құятын боламыз, өйткені пергаментке жасап көрдім, мүлдем шықпады, юбкалар көтерілмей қалды. Өте капризный болып келеді, сол себепті міндетті түрде осындай силиконовый коврикке құйыңыздар. Міне біз барлығын құйып алдық. Енді біз противенімізді ұратын боламыз. Біздің макаронстарымыз бір келкі жайылу үшін, тегіс шығу үшін. Және де кішкене ауа қалып кеткен жерді зубочисткамен жауып шығамыз, міндетті түрде, өйткені ол да рөл ойнайды бұл жерде. Сол себепті кішкене ауа қалған жерлерін зубочисткамен осылай видеодағыдай етіп жауып шығатын боласыздар. Макаронстарымызды 1 сағат немесе жарты сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз, содан соң барып пісіретін боламыз. Енді ортасына ганаш дайындайтын боламыз. Ыдысымызға малинаны және сливкиді қойып отқа қоятын боламыз. Енді осының үстінен шоколадымызды салып ерітіп аламыз. Шоколадымыз ерді, осының үстінен сливочный масломызды салып ерітетін боламыз. Ганашымызды басқа ыдысқа құйып, бетін пакетпен жауып, холодильникке қойып қоямыз. Міне біздің макаронстарымыз пісті, юбкасы да шықты. Енді осының ортасына ганашымызды жағып, макаронстарымызды біріктіретін боламыз.
Міне достар, біздің макаронстарымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Миндальный мукадан айырмашылық болған жоқ, тура сондай болып шықты. Егер видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.